Сәлем достар, мен бүгін сіздерге актуальныйдың обложкаларын біркелкі қылып жасауды үйрететін боламын. Ол үшін өзіңіздің телефоныңыздағы жаңағы Play Market болсын, iOS болсын, Highlight деп жазсаңыз, мынандай приложениялар шығады, обложки для актуальных историй деген сияқты. Тегін нелер бар, приложениялар бар, немесе ақылы приложениялар бар. Көп приложениялардың ішінде өзі шығып тұрады, жаңағыдай ақшаға сатып алу керек болса. Қазір Highlight cover maker for Instagram story деп тұрған. Енді көрейік, бұрын мынау бирюзовыймен тұр ғой, көк. Сол хайлайтпен жасап көрген мен. Қазынаны көрейік. Жаңа ашып көрдім, бұл жерде де платный нелер бар. Так. Разрешить дейміз. Так, менің сторисім примерно аккаунтым бирюзовый болғандықтан я выберу бирюзовый цвет, например. Могу выбрать вот это, да? Такой нежный, можно в принципе. Мынаны көрейік. Так, ашылып жатыр. Көрейік. Балаларым. Балаларым. Ладно, мынадан көрейік. Кішкентай әріппен көрейік. Балаларым. Көрейік бүйтіп. Балаларым. 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 Окей. Загружаем. Вот. Мынаны біз енді сториске қоямыз. Сторис. Так, сториске шығарайық. Мына жерде стористе выделить дегенді жазам басқан кезде, мысалға бізде наши детки деп тұр ғой, мен мына жерге жаздым. То есть уже актуальныйдағы, менің парақшамдағы актуальныйдағы, қайда наши детки деген ішінен көрейік. Мына жерде редактировать актуальный деймізді. Редактировать обложки деймізді. Ең соңындағы мына обложканы таңдап аламыз. Балаларым мына жерге. Мысалға ботақандар деп жаздық. Сонда біздің обложкамыз, көрдіңіз, ботақандар деген обложка өзгерді. Балаларым, немесе балаларым деп жазсақ болады. Редактировать актуальный ботақандар. Тоже сөйтіп балаларым деп жазайық ағылшынша. Балаларым. Күшті, Сөйтіп әрі қарай келесі
келесі актуальный сторисімнің счастье деп тұрған крик не бар мына жерде. В принципе, можно activity назвать, да? Короче, осылай жасаймыз, қыздар. Хайлайтке кіріп жаңағы балаларым деген мысалға жасадым ғой, тура солай. Аны өзгертіп отырамыз. Балаларымды бақтым. Окей. Бақтым. Save. Сохраняем. Галереяға барамыз. Жаңағы. В принципе, можно сразу в Инстаграм. Инстаграмға барасыз. Сториске шығасыз. Қайда? Ой. Сториске бақытым. История. Не қайда? Выделить деп актуальныйға саламыз. Выделить дейміз. Актуальныйға басамыз. Актуальныйға кіреміз. Ең соңындағы ашамыз. Еще дейміз да, редактировать актуальные дейміз да, редактировать обложку деп готово. На жерге бақытым. Және саяхат деп жазсақ болады. Өстіп өзгертіп отырамыз. Саяхат. Ой. Бүйтсек бола ма екен? Саяхат. Білмеймін, дұрыс жаздым ба, дұрыс жазған жоқпын ба, короче, осылай. Сториске саламыз. Және актуальныйды редактировать етеміз. Ой, на жердегі стористен біз выделить. Discovery'ге салсақ, онда балаларым кіріп кеттік. Мына жерден редактировать обложку дейміз.
Ей, новая обложка. Саяхат бақытым балаларым. Осылай жасаймыз. Жасаңыздар сіздер де.